Жамбылда қарлы боран салдарынан 30-ға жуық көлік соқтығысып қалды. Жуалы ауданы Нұрлыкент ауылы маңында болған жол-көлік оқиғасы салдарынан 26 адам жараланды. Оның ішінде 1 жастағы бала да бар. Ал 4 жолаушы жан сақтау бөліміне жеткізілген. Боранға ұрынғандардың басым бөлігі Шымкенттен шығып Таразға бет алғандар. Тас жол бойында жалпы саны 26 көлік соқтығысқан. Оның 4-і автобус, 13-і жеңіл көлік, 9-і жүк таситын техника. Апаттан аман қалғандар көз жасына ерік беріп, жедел жеткен құтқарушыларға риза. Үш семья. 2 баламды ертіп алып бала шағасымен барғам сояқа. Пойызға мінге жіберетін болды Түркістанға. Соны күтіп отырмыз енді. Бала шағамен ұтқанбыз. Келіннің басына ұрып алды, қалған есіміз білмей қалды қалғанбыз. Рақаттарын көрсін бала шағаларының. Аман-есен жетіп алсақ сол тілерім. Жол апатында оң иығының буыны созылған 1 жасар балаға көмек көрсетілді. Ары қарай ата-анасы Алматыда амбулаториялық ем қабылдамақ. Ал жалпы жарақат алған 26 адамның 4-і жан сақтау бөліміне жедел жеткізілді. Жарақаттары ауыр болғандықтан алдағы уақытта ота жасалмақ. Ақ халаттылар науқастардың келісім беруін күтіп отыр. Оқыс жағдай бойынша облыстық төтенше жағдайлар және полиция департаменті, сондай-ақ Қазавтожол тарапынан жедел штаб құрылды. Құтқару жұмыстарына барлығы 50 адам, 20 техника жұмылған. Қозғалыссыз қалған жолаушылар жақын маңдағы жылы мектептер мен балабақшаларға жеткізілді. Амбулаторлық көмек көрсетілгендің 18-інің әртүрлі тізе, қол, аяқ, кеуде, қабырғалары сынған, әртүрлі көгерген, түрлі жарақаттар алған. Санитарлық авиация арқылы тиісті мамандар барып, медициналық көмек көрсетілді. Нұрлыкент ауыл округіндегі мәдениет үйінде 54 адам, оның ішінде 9 бала жылыту пунктіне жеткізілді. Қазіргі таңда жылыту пунктінде осы зардап шеккен адамдарға ыстық тамақпен және төсек орынмен қамтамасыз етілді.